Бәріне сәлем. Бүгін осындай керемет таңғы ас шакшука жасайтын боламыз. Бұл тағам Израиль елінен келген, олардың ең сүйікті таңғы асы болып келеді. Өзіме де өте қатты ұнайды. Нанмен ұсынсаңыз, кешкі болмаса түскі асқа ұсынсаңыз, спагеттимен берсеңіз де болады. Тез әрі жылдам жасалады. Ол үшін 2 үлкен пиязды алып, майдалап турап аламыз. Болгар бұрышында майдалап турап аламыз. 5-6 дана орташа болмаса үлкен қызанақтардың осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Ішінде тек қана жұмсағы ғана қалады, шырыны. Қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, пиязымызды салып 2 минуттай қуырып аламыз. Үстіне болгар бұрышын саламыз. Екеуін тағы да 2 минуттай қуырып аламыз. Ендігі кезекте қызанағымыздың барлығын құямыз. Барлығын бірге араластырамыз. Суы кішкене ұшуы керек. Сол уақытта тұз, бұрыш қалауыңыз бойынша саласыздар. Қызанақтың арқасында кішкене қышқылдым дәм береді, және де сарымсақты салдық. Қосымша мен спагеттиді қайнаттым. Әр жерден тесік жасап, сол жерлерге жұмыртқаларымызды салып шығамыз. Шакшуканың бетінен жапқан болсаңыздар, онда сары уызы қатты пісіп кететін болады. Мен 1-2 минутқа ғана қақпағын жауып, үстінен осындай көк шөппен әсемдедім. Бұл жеңіл тағамды тек қана таңғы асқа емес, сонымен қатар табиғат аясында да жасап жесеңіздер өте дәмді болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырау жанына басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.